Сәлем, қалайсыздар? Ой алла деймін да. Ана таңертең тұрасың ғой, вроде бы ұйқың қанып тұрған сияқты, бірақ таңертеңнен кешке дейін бір маужырап жүресің. Не бір ұйқың қанғандай емес, не қанбағандай емес, қайта-қайта жатқыштап, бір жалқаулық болып, сіздерде де сондай болып жатыр ма? Менде сондай болып жатыр. Ештеңеге көңіл бөлмейсің. Бір өмірің қызықсыз өтіп жатқан сияқты. Елдің бәріне өмірлері күшті өтіп жатыр, менікі ғана қызықсыз өтіп жатқан сияқты. Потом андай ғой, сол таңертеңнен кешке дейін бықсып жатқан үйді көрмей, тура кеш батып жатар кезде уже ана бықсықты көресің ғой. Одан пысықсың ыстап, пылесосты дарылдатып, ыдыс аяқ шақылдатып, сөйтіп жуасың, одан күйеуіңнен сөз естисің обязательно. Күндіз не істедің деген сөз. Потом андай ғой, жатар кезде, ертең таңертең ертерек тұрамын, анаған кірісемін, бұрын жасалмай қалған жұмыстарымды істеймін, өзіме уход жасаймын, или жүргізіп жатқан блогтарым болса, тастап кеткен адамдар болса, соны жүргіземін деп қиялдап, ертеңнен кейін, как обычно, қайтан өмірге, сол жәнегі күнделікті көріп жатқан өміріңе қайтан түсесің ғой. Сондай болып отыр ма сіздерде де? Білмеймін, менде сондай болып отыр қазір. Или мен депрессиядамын ба, білмеймін.